Сол күні жаңағы өкінетіндердің тағы бір жағдайы. Алла тағаланың хақысына, Құранның хақысына, пайғамбарлардың хақысына әділетсіздік жасаған адам, мойындамай, өмір бақи солай өтіп кеткен адам, қиямет күні келген кезде екі қолын тістеп жейді дейді. Соны жеп атып айтады дейді. Өзіне қатты жазғырып атқан көріністі көрсетіп тұр ғой Тағала. Ваяқулу я лайтани тахосту мағар расули сабила. Әттеген-ай, елшімен бірге жол ұстағанымда еді ғой. Бізге сол мүмкіндікті беріп тұр Тағала қазір. Елшімен бірге жол ұстауға. Екінші өкінетін нәрсені қараңыздар. Адамның түзелуі үшін бірінші елші керек екен. Түсіндіңіздер ме? Елшінің жолы. Ана адам жазғырып атса да, ақиқатты сөйлетіп отыр Алла Тағала. Бірінші мәселе, пайғамбарымыз саллаллаху сіздің өнегеңіз, идеалыңыз сіздің. Түсіндіңіз ме? Идеал сізге. Оның жолына жететін жол жоқ жердің бетінде. Бірінші мәселе. Екінші нәрсені айтады жаңағы өзіне жазғырып атқан кісі айтып отыр да. Я вайлата лайтани, ойбай-ай, әттеген-ай, лам аттахиз фуланан халила. Ана пәленшені дос тұтпағанымда еді ғой дейді. Соқтан пайдасыз достардың бәрін қою керек. Қандай достар ол? Қандай пайдасыз достар дегеніміз кім ол? Лақода адоллани ани зикри изжани. Әлгі ана ақиқат өзіме қарай келіп тұрған кезде, жүр оны қайтесің, былай деп алып кеткен достар дейді. Қараңыздар. Құранда бәрін түсіндіріп жатыр Алла Тағала. Көрдіңіз бе? Вакана шайтану лил инсани хазула. Шайтан осылай адамды үміттендіріп, алдап, үміттендіріп, семіртіп, кекіртіп, үрлеп, сөйтіп жан шығады. Қараңыздар. Сол кезде кешір дей салады екен шайтан оған. Шайтан сөйтіп оны жәрдемсіз тастап кетеді, болды дейді. Ренжіме маған, менің жұмысым солай дейді екен. Болды.